Ұлтаны болмай ұлтымның сақталмауға ұмтылдым. Құлы болмаған құлқынның пейілі қымбат жұртымның. Мен қазақтың ұлымын. Шуағын төккен қаламның шұғыласынан шаралдым. Миллиондарға сатылмас мейірі қымбат анамның. Мен қазақтың ұлымын. Елімде туған ер қымбат, атадан қалған жер қымбат. Әлемнің қисаң барлығын бәрібір туған жер қымбат. Елімде туған ер қымбат, атадан қалған жер қымбат. Әлемнің қисаң барлығын бәрібір туған жер қымбат. Асқар таулы қазақтың тауғандай, бұлдыраған бұлағы бауғандай. Тау суынан тамсанып татқан адам жан детінен айырылып айылғандай. Туған жерге арнайық әнімізді, аяласын арманның таңы бізді. Абай, Жамбыл, Махамбет, Қожа берген, Сүйіндік батыр аруағы арқашын қолдасын бізді. Құрметті ауылдастар, қош келдіңіздер. Бәріңізді ассалаумағалейкум. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Қазақстанның 30 жылдығы құтты болсын. Алға Қазақстан! Алға Қазақстан! Алға Қазақстан! Елім дегендер қамын жегендер, адал өрендер, намысы қайнағандар, ел үшін ар үшін қайратын қайрағандар, қазақтың бағы үшін. Сақтан алашым иманың жиғаның, байқа аңғалып жатқылар жанашырды, досылар жаманды, әзәзіл аярлар бар айырар арамды. Бағында сатқандар бойы үшінде, тонында арын сатқан құлданған санасы. Ел мен жер бізге аманат, алаштың баласы. Рухың кешегі қайда, қазағым қайда барасың? Мұңым сен жатсам тұрсам жанымның ардағы, бауырлық бірлігінде бағыңның орнауы. Шемен шеріңе дәруің болсам дебем, қуатты қуатты. Шыңыңа қонса ерлер қырандай мұратты. Күндер өтер, жылдар жетеді, бәрі кетеді. Жалынды жырым қалар, жаныңды тербеген. Алдаспан айбарлы жыр жауыңа сермеген. Асыл елім сүйеніш асқарым, қайсар қалпыңнан айныма мұнарда бір айбарлы асқағым. Жауыңа мұңарда бір серпілсін аспаның, серпіліп көк аспаның сергісін санасы. Ел мен жер бізге аманат, алаштың баласы. Ел мен жер бізге аманат, алаштың баласы.
айтқан екен. Бәйтерегім сүйіндік, сен аттан түскенде ел боп, халық боп күйіндік деп. Ол деген не деген сөз? Ол деген сүйіндік батырға берген Абылай ханның үлкен бір бағасы. Құрметті жерлестер, мына сыйлыққа шарамыз Ольгабадай өтіп жатырмыз. Қазақстан тәуелсіздігінің 30 жылдық мерейтойы. Қытай мұздайлығында бұлай ұйымдастырған жігіттерге өте қуаныштымыз. Осындай ауызбіршілігі болсын. Енді мына біздің өткізіп жатқан шердесті Майбалық ауылының жігіттеріне тапсырайық. Орталық ауылының эстафетасын және үшін Қазақстан Республикасының азаматы, бокстан әлем чемпионы, еліміздің батыры, біздің мақтанышымыз, біздің қуанышымыз Жанат Жақиянов алып отыр. Тәуелсіздік 30 жылдан еліміз тыныш заман болсын.